Өте оңай пирог дайындаймыз. Ол үшін астында жазылып тұрған барлық ингредиенттерді араластыратын боламыз. Ешқандай жұмыртқаны қантпен араластырып, бөлек миксерлеп жатудың қажеті жоқ. Барлық затты осылай саламыз да, жақсылап араластырамыз. Осында қою масса шығады, сонында ыстық кипятокты құйып араластыратын боламыз. Формамызға құйып 180 градуста 30 минут шамасында пісіретін боламыз. Мынау ганаш, яғни сүтті, сары майды және шоколадты микроволновкада ерітіп, пирогымыздың үстіне жағатын боламыз. Өте оңай әрі дәмді пирог дайын. Ас болсын!